Қазақтың қаншама қара көз қыз келіншегі Алла алдындағы парызымды өтеймін, Құдай қосқан қосағыма адал қызмет етемін деп теріс пиғылды түрлі радикалардың жетегінде жүр. Әйелдің сенгіштігін, нәзіктігін, жүрегінің жұмсақтығын және де дінді бар болмысымен қабылдайтынын біліп, оны пайдаланатындар бар. Тіпті Сириядағы жат ағым мүшелері, қазақ азаматтары телефонмен сөйлесу арқылы қара көз қыздарымызға уағыз айтып арбап, сырттай әйелдікке алып, өздерінің мақсаттарын жүзеге асырып отырған жағдайлары да кездеседі. Себебі олардың уағызшылары Сирия, Палестина және тағы басқа елдерге экстремистік мақсатта кеткендері ақиқат жолындағы нағыз діндар адамдар ретінде насихаттайды. Олардың санасына солай сіңдіреді. Қыз-келіншектер осы әңгімені шын көріп, имандай сенеді. Сөйтіп, үлкен қиыншылыққа тап болады. Солардың бірі бүгінгі біздің кейіпкеріміз Жанар есімді келіншек болмақ. Жанар көп балалы қарапайым отбасынан шыққан қыз. Қызылорда облысының тумасы. Мектепте 2006 жылы үздік бітіріп шыққан. Алматыға келіп, өзі армандаған жоғары оқу орнына түсті. Арасында базарда істейтін. Құрбысына барып көмектесіп жүрген. Біраз ақша тапқан. Бастапқыда оқуымды тәмамдағанша базарда уақытша жұмыс істей тұрамын деген оймен жүрген. Бірақ бұл ортаның оның кейінгі тағдырына әсер етіп, өмірін басқа арнаға бұрып жіберетіндігін бейхабар еді. Басында құрбыма көмектесетінмін. Кейін өзім сабақтан ерте шыққан күндері және сенбі-жексенбіде сауда жасай бастадым. Әрине, тауар менікі емес қой. Мен сатушы болдым. Базардағы контейнер иесі күніне 2000 теңге беретін. Кейде тауардың үстіне өзім аздап ақша қосып сатып, үстінен 500 теңгедей көріп отырдым. Базарда жұмыс істеп жүріп, байқағаным мұндағы сатушы қыздардың басым бөлігі намаз оқиды екен. Бір күні мен де намазға жығылмаққа бел будым. Сөйтіп студент кезімде намаз оқу бастап кеттім. Мен тұратын жатақхана орталық мешітке жақын болғандықтан уағыз тыңдауға жиі барып тұрдым. Базарда намаз оқитын қыз-келіншектердің бәрі маған идеал болып көрінді. Бәрі қадыр түнін мешітке қарсы алатын едік. Ауыз ашарларда тағы да басқа себептермен жиі жиналып тұрдық. Басқосуларда үнемі діни әңгімелер айтылатын. Бәріміздің басымызды біріктіретін сырласымыз әрі кеңесшіміз Фатима деген апай. Ол кісінің айтқанын барлығымыз бұлжытпай орындаушы едік. Тек оның есімін құпия ұстау керек болатын, дейді Жанар. Сол құпия апайдың тілімен айтсақ, ол Жанарға ақи бауырының сестра іздеп жүргенін айтып, өрімдей жас қызды радикал жігітпен таныстырады. Ақи бауыр, брат немесе сестра деп діни сенімі ақидасы бізге тура келетін адамды айтады екен. Фатима апай өзіміздің ортаның адамы, оған сенуге болады деп көндірді. Жасы 40-қа жақындап қалған кісі екен. Бірақ денсаулығына байланысты біразға дейін үйленбей жүргендігін айтып, егер мен оның жары болсам, ислам бойынша барлық шарттарды орындайтынымды жеткізді. Тіпті біздің некемізге куәлік етіп рұқсат ететін уәли ата-ананы да тауып қойғандығын айтты, деді Жанары жасқа толып. Жанардың өзі ата-анасы намаз оқымағандықтан некелерін шариғат бойынша уәли ата-ана кесу керек екен. Жан-жағындағылардың Жанардың миын улағаны соншалық жас қыздың бізден келісімін берген. Менің өз ата-анам бар ғой, бірақ олар намаз оқымайтын еді. Сондықтан біздің ортаның қабылдауы бойынша ол кісілер кәпірлерге жатады. Ал намаз оқитын біздің ақидағы ерлі зайыпты кісілер некемізге рұқсатын беріп, уәли ата-ана болатын болса, ол кісілер ақырет күнінде де бәрін мойнына алады. Бір жағы ислам қағидасы бойынша әйелдің бірінші міндеті тұрмысқа шығып, бала туып, күйеуінің қызмет ету. Сондықтан да мен ол кісіге тұрмысқа шығуға разылығымды бердім, деді. Қысқасы, Жанар туған әке-шешесінің қарсылығына қарамастан тұрмысқа шықты. Қалада пәтер жалдап тұрды. Оқудан шықты.
негізгі міндеті үй шаруасы мен күйеуінің тамағы, оған күтім жасау болды. Жолдасы үнемі оған діни уағыздар айтып отырған, әсіресе әйелдің ерінің алдындағы парыздары туралы көп айтқан екен. Сен маған Алланың разылығы үшін тұрмысқа шықтың, мен саған Алланың разылығы үшін үйлендім. Сондықтан сен менің бұйрығымды бұлжытпай орындауға міндеттісің. Егер жәннатқа барғың келсе, ең бірінші менің тілімді алуың керек деген мағынасындағы сөздерді көп айтатын. Оның бұл талаптарының діни негізгі болғандықтан мен оларды дұрыс деп қабылдап көңіліңнен шығуға тырыстым. Бір жағынан бұл менің таным түсінігіме қайшы келмейтін еді. Тек оның мемлекет, саясат, билік туралы көзқарасын онша түсіне бермейтін едім. Оның айтуынша еліміздің заңдары күпір заңына жатады. Сонымен бірге тағут, яғни шайтанның заңдары дейтін. Демек, мұндай мемлекетке тұратын азаматтар, заңға бағынатындар шайтанның заңымен жүреді дегенді білдіреді екен. Сол себепті оларды ислам қағидалары бойынша өлтіруге рұқсат етіледі деп жиі айтатын, дейді Жанар. Сонымен қатар оның жиі айтатын әңгімесінің бірі, Құранда Алла тағала намазға, ораза ұстауға, зекет беруге, қажылық етуге бұйырған. Біз оларды орындаймыз. Сонда неге жихадты орындамаймыз? Жихад жасауда Құранда бар. Жихад мұсылмандардың 6-шы парызы болып саналады деген дәстүрлі дінге қарама-қайшы келетін дүниелерді жиі айтқан. Күйеуімнің жихад туралы неге айтатынын түсінбей жүрдім, бірақ сонда да үнсіз тыңдайтын едім. Күйеуім ерте кетіп кеш келетін, маған нақты қандай шаруамен айналысатынын ашып айтпайтын. Бар білетінім оның телефондағы әңгімелерінің өзінің брат бауырларымен бірге істейтін жұмысы болған. Онысының сауда саттық деп ойлайтын. Кейбір күндері түнде үйге де қонбайтын еді. Сосын басқа қалаларға, іс сапарларға кетіп жүрді. Бастапқыда мән бермедім. Ер адамның ісі түзде түсіндім. Бірақ менің оған тым қатты сеніп қалғанымды өзімде сезбеппін. Не айтса да әрбір сөзіне имандай сендім, дейді Жанар. Жанарының жарына деген сенімі ақталмады. Бір күні күйеуінің құқық қорғау органдары тұтқындады. Олар Жанарға жолдасының басқа жұбайы мен бала-шағасы барын айтып берді. Онымен тергеу изоляторына жолықтым. Ол тағылған айыптардың жала екенін, оның тағут заңына қарсы күрескендігінің, қылмысты жасағанымен оның ислам бойынша қылмыс емес екенін айтып бақты. Алайда оның заңға қайшы әрекет жасағаны анық еді. Ол аздай оның басқа қаладағы бірінші әйелімен 4 баласының барын өз аузынан естігенде есімнен танып қалдым. Осыншама алданғаным ішім ашиды, дейді Жанар. Осыдан кейін Жанарға өтірік пен жалған көнбістікке бой тандырмайтын болды. Соқыр сенім соңында жүрген олардың сөздерін мұсылманбыз деуі Жанарға сондай жиіркенішті көрінді. Сөйтіп ол Фатима апайының аулақ жүруді шешті. Өкінгеннен пайда жоқ, құрсағымдағы баламды түсіріп алдым. Қазір үйде отырып тапсырыс қабылдаймын. Бауырсақ, самса торт пісіремін. Кешегі балбұл жанған студенттік кезімдегідей жас қызда емеспін. Кейде енді мені кім алады деп те ойланамын. Бірақ Алла тағаладан күдер үзбеу керектігін білемін. Бұдан кейін қанша жерден ақи бауырымыз десе де қадамымды мың ойланып барып басуды шештім, деп Жанар әңгімесін аяқтады. Ата дәстүрімізбен сабақтасып кеткен ислам қазаққа ешқашан жатты болмайды да. Алайда табиғатының ер адамды өзінен бір саты жоғары санап өмірде тірегіндей көрген Жанар сияқты аруларымызды азаматтардың өздері түзу жолдан адастырмаса дейміз. Арнаға жазылып пікір қалдырыңыз және достармен бөлісіңіз. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Рахмет.